Қайырлы күн достар, бүгін бізде Mitsubishi Pajero автокөлігі. Көлікке біз диагностика жасаған болатынбыз. Байқап тұрсыңыз ғой, көлік әдемі жасап тұр моторы. Бірақ оборот бергенде дұрыс ала алмайды, дұрыс жүрмейді. Жүрмағы әрең барады дейді. Диагностика қараған кезде тап-таза, ал мотор тестермен бір тексерген барысында бізде большое сопротивление выпускного тракта. Бұл бізде катализатор бітелген деген сөз. Не холостойда дым білдіртпейді, не жақсы жасап тұр. Бірақ қалай газ басып бастайсың, сол кезде уже тұншығып бастайды. 2500 оборотта 30%-ға дейін тұншығады мотор. Мына глушитель шыға алмағасын. Катализатор бітелген кезде неге жүрмейді десеңіз, мен сізге айта түсіндіре кетейін. Бұл жерде катализаторды, Porsche-ның сурет анимациясы ғой. Катализатор мына жерде тұрады. Сол бітелген кезде жанған ауа дұрыс шықпай, артқа қарай цилиндрдің ішіне кетіп кетеді жанған ауа. Сондықтан уже мұздай ауамен екеуімен айқасады да көлік дұрыс жүріп тарта алмайды. Себебі жанған ауа шыға алмай қалады мына жер бітелгесін. Катализатор бітелуі осыдан. Осылай міне диагностика жасаған болатынбыз. Хабарласыңдар.